Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым, көріп отырған сәтіңізге орай қайырлы сәт. Сіздермен бірге Доп-домалап YouTube арнасы және жүргізушісі мен Шыңғыс Қанатұлы. Бүгін бізде тұрақты спикеріміз болады деген үмітте. Қазақстанның ұлттық құрамасы экс-футболшысы, қазіргі таңда кәсіпкер, блогер және де футбол агенті Алмат Бекбаев. Ассалаумағалейкум, достар. Алмат аға, қош келдіңіз. Бүгін қазақ футболы туралы әңгіме бастайтын боламыз. Және оған дейін жалпы өзіңіз туралы айтып кетсек, бана айтып қалдым. Футбол агенті деп жатырмыз. Жалпы Қазақстанда өте бір ақсап тұрған мамандықтардың бірі. Өзің жұмысыңыз туралы толықтырып айтып кетсеңіз. Шынымды айтсам, футболды бітіргеніме 4 жыл болды уже. Басында футбол деген құштарлығым бәрі жоғалып, футболға жақындағым келмей жүрді. Енді осы 4 жыл өткеннен кейін кішкене футболға деген қызығу басталды. Қайттан білмеймін, өзім құштарлығым пайда болды. Сосын ойладым, қалай қайтсам болады деп. Басында футбол ойнап жүргенде ойлайтын, агент болайын ау, осы агент ұнайды маған. Өткен достарым әр мемлекеттерде, Европада, барлық бүкіл әлемде барды, Бразилияда, Африкада, любой ойыншыны тауып беруге оңай болады. Сол оймен ойлап агент болып бастадым негізі. Бірақ осы трансферлік терезеде бірде-бір трансфер жасамадық пока. Енді бұл жақта Қазақстанда кішкене қиын, барлық командалар барлығын. Бізде көбісі енді спортивный директорлер өздері хабарласады, ойыншыға тікелей шығады, бапкер шығады, солай көбіне енді. Көбінесе уже чемпионатта бәрі байланысты ғой. Байланыстар бар. Енді мен жаңа адам болғаннан кейін, может, әлі сенімділік жоқ па? Сол үшін пока. Оңысы бізден бір жағынан трансфер, бір ойыншы сатып алу деген бізде қалыптаспаған ғой әлі. Сол тұрғыдан да бір агенттерге әлі бір қатты мұқтаж болмай тұрған секілді. Сондай бір андай осы агенттердің келуі, осы Қазақстан ішкі рынокта ойыншыларды сатып алуы, жалға жүру деген сондай нәрселер көбірек дамытатын секілді. Дамытуға тырысамыз енді. Иә. Жас балаларды да, қыздарды қарап жатсыздар, шетелге шығаруға іздеп жатсыздар. Соны мен ойлап отырмын, жас балдар, қыздар болса, солардың жолдарын ашып шетелге жіберсем деген ойдамын. Мен өйткені қазір партнерларым бар, жақсы. Мысалға Валериус Межгурский баяғыда Ордабасыда ойнаған, литовалық футболшы болған, қазір жақсы агент, FIFA-ның агенті. Ол Ресейде істейді, Турция және Италияға ойыншыларды апаруға. Сол маған айтты, давай, жақсы ойыншылар болса жіберіп көрейік деп. Тағы да бізде Дулат деген агент бар Қазақстанда. Жалғыз агент FIFA лицензиясы бар. Түсінікті, сізге сәттілік. Рахмет. Ал олай болса Қазақстан премьер лигасы туралы әрмен қарай әңгіме қозғайтын боламыз. Алғашқы тур жалпы қазақ футбол тарихындағы бір ең ерекше маусымдардың бірі болғалы тұр. Біріншіден 16 командалар саны көбейді. Оның ішінде жекеменшік клубтар тағы да көбейді. Жалпы ең бірінші осы 16 команда туралы не айтасыз? Қазақстан премьер лигасы, жалпы Қазақстан инфраструктурасы болған дайын беді. Бір стадионда бірнеше команда ойнап жатыр деген сияқты. Ойыңызды айтып кетсеңіз. Енді клубтар жекеменшікке шығып жатыр. Ол үшін өте қуаныштымын. Өйткені халықтың ақшасы деп баяғы адамдар халық шулай бер ендігі жекеменшіктің ақшалары жақсы трансферлер келіп жатыр. Жақсы Нани сияқты, Мозы сияқты ойыншылар енді жастар келсе де, бірақ медийный жағынан жақсы олар. Бірақ инфраструктура әлі бізде дамымаған деп ойлаймын пока. Бірақ сонда да стадион соғып жатыр ойында. Қызылордада соқты, қай жерде соқты? Түркістанда біраз команда бар. Енді жаймен тағы да осы 2-3 жылда Шымкентте соғылады. Жұмыстар жүріп жатыр Шымкентте де. Сосын Қарағандыда соғып жатыр дейді. Осы стадиондар соғылса, осыдан кейін деңгейіміз өседі деп ойлаймын. Әрбір командаға жалпы сәттілік тілейміз осы маусым алдында. Ал олай болса, премьер лиганың алғашқы турдың матчтарына, ойындары қысқаша тоқталып өтсек, бізде чемпионатты бастаған алғашқы ойын Оқжетпес және Елімай арасында матч есеп 1-1 есебімен аяқталды. Елімай фаворит болып көрінгенімен, Оқжетпестің жалпы бұл команда қалай маусымда өнер көрсетеді екен деп көп эксперттерде сұрақ болған. Дегенмен де 1-1 есебімен ойынды аяқтап отыр және пенальтиге қатысты бір
күмәнді эпизодтар болды. Ол жағын кеңірек тоқталып айтпай қояйық. Ал енді келесі матчқа өтетін болсақ, Алтай Қайрат арасындағы матч тағы бір фаворит. Дәл солай дегенмен енді 0-1 есебімен, минимал есеппен жеңіспен Қайрат Алматыдағы қонақтағы ойында бастап отыр чемпионатты. Әрмен қарай Ақтөбе және Тобыл арасындағы матч 4-1 есебімен Ақтөбенің пайдасына аяқталды. Қос чемпиондыққа үміткер деген клубтардың арасындағы матч болатын. Дегенмен Ақтөбе енді қызыл қағазында бір әсер еткендігі бар әрине. Есеп 4-1-мен аяқталды. Одан кейін Шымкентте үлкен футбол тойы орын алды. Ол матчта сіз де болдыңыз, мен өзім де матчта болдым. Тамашаладық. Есеп 2-2. Дәл солай Ордабасы фаворит болды. Бірінші лигадан келген тарихы терең деп айтуға келген жар. Ертіс керекуліктер есеп 2-2 аяқталды. Әрмен қарай келесі күнде бізде Қызылжар мен Каспий арасындағы матч 2-1 есебімен Қызылжардың пайдасына аяқталды. Қызылжар қызыл қағаз алғанымен де ойынның соңында екінші гол соғып жеңісті жұлып алып кетіп отыр. Ал енді Атырау және Ұлытау матчы 0-0 есебімен қорғаушылардың матчымен аяқталды. Қайсар және Жеңіс арасындағы матч 1-1, жекеменшік клубтар арасында текетірес тең тарқалды. Және соңғы түйіндегі матч Астана және де Талдықорғандық Жетісу арасындағы кездесумен аяқталды. Есеп 4-1. Астана не болып жатыр? Астана не істейді? Құрамында кім бар деп жүрген Астана чемпионатты өте жоғарғы деңгейде бастады. Енді біз матчтарға қысқаша ғана тоқталып өтеміз. Әрмен қарай бүгін біздің бағдарламадағы мақсатымыз осы алғашқы турдың үздік 11 құрамын анықтау. Мен өз кандидаттарымды Алматыға ұсынатын болам. Алмат мырза 2 ойыншыдан үздік 1 ойыншыны таңдап құрамаға енгізетін болады. Ендеше кеттік. Олай болса әрмен қарай құрамдар бойынша жалғастыратын боламыз. Жүйе 4-3-3. Қарапайым көпшілік қолданып жүрген әлемдік футболда кең таралған жүйемен қалдыра береміз. Қақпашылардан бастаймыз. Қақпашылар үміткерлер, қос үміткер Александр Заруцкий және де ертістің қақпашысы Ботнар. 2 қақпаш үміткер, сейфтер бойынша 4-7 Ботнардың пайдасына, әуедегі допқа таласта 2-0 Ботнардың пайдасына. Жалпы қарсыластың XG Ақтөбенің қарсыласы Тобылда 1-62 болса, ал Ордабасы ертістің қарсыласы 2-70 XG-ін көрсетті. Жіберген голдар бойынша сәйкесінше Заруцкий 1 гол, Ботнар 2 гол жіберген. Және ойындағы жалпы көрсеткіштері 7-8 ұпай берілген Заруцкийға, ал Ботнарда 8-3 беріліп отыр. Енді ойын жағынан да алып қарайтын болсақ, жалпы Ақтөбе Тобыл арасында матч. Қос фавориттер есеп 1-0 кезінде Заруцкий пенальтиден алып шықты. Өте маңызды эпизод. Артынан қызыл қағаз болды. Солайша ойын Ақтөбенің пайдасына қарай шешілді. Заруцкийдің еңбегі өте зор, және Ботнар Ордабасы қарсыласымен тең ойнап қалды дегенмен де өте көп шабуыл жасады, керемет мүмкіндіктер болды. Оның бәрін қайтарған Ботнар. Жалпы осы және де ассист жасады. Ең үлкен фактор деп айтсақ болады. Мына жақта Заруцкий пенальти қайтарса, ал енді Ботнар жалпы қазақ футболында, жалпы әлем футболында өте сирек кездесетін жағдай. Ассист беріп отыр Ботнар. Екінші голға ассист берді, маңызды гол. Жалпы енді өзіңіздің пікіріңіз, кімді үздік деп санайсыз? Құрамаға бірінші турдың нәтижесі бойынша кім лайықты? Енді мынау аналитика жағынан Ботнар озып тұр ғой, 8-3 болып тұр. Бірақ менің ойымша Заруцкий маңызды пенальти шығарды. Пенальти қақпашы үшін пенальти шығарса, ол хет-трик жасаған дейді. Сол үшін Заруцкийді алайық мақұл. Заруцкий Алмат Бекбаев мырзаның шешімімен бірінші турдың үздік құрамында үздік қақпашы. Әрмен қарай жалғастыратын боламыз, және де қорғаушылар. Орталық қорғаушылар келетін болсақ, бізде бұл жерде Атырау және Ұлытау арасындағы тең ойынды білеміз. Және де қарап отырсам, статистика бойынша да, рейтингтер бойынша да ең үздік қорғаушылар осы екі құрамадан табылған екен. Ол Юденков және де Бухал. Юденковта 8-1 рейтингі, ал Глеб Бухалда рейтинг 8-6. Жалпына доп тартып алу бойынша 10-5 Юденковтың пайдасына, допты айбаннан шығару бойынша 11-1 тағы да Юденковтың пайдасына, әуедегі доптары таласта 12-7, яғни 12 рет таласып 7 рет Юденков жеңіске жеткен, ал енді Бухал болса 6 рет таласып 4-інде жеңіске жеткен. Және пас дәлдігі бойынша бізде 63% Юденковта болса, ал енді Бухалда 94%-ды көрсеткен екен. Яғни допты айбаннан көп шығармай, паспен бір қысқа пастармен әдемі шыққан болып тұр ғой енді статистика бойынша. Дегенмен Юденковта 8-1, Бухалда 8-6 көрсетіп тұр. Бұл туралы пікіріңіз?
Мен Юденковты жақсы танимын. Біз бірге Мақтааралда өнер көрсеттік. Бірақ мына статистикаға қараған кезде менің ойымша Бұқал сәл жақсы ойнаған сияқты. Пастық дәл пастар точность 94%. Өте жоғары деп ойлаймын. Мен үшін осы показатель маңызды деп ойлаймын да, сол үшін Бұқалды алайық. Түсінікті. 4 қорғаушының, яғни орталық 2 қорғаушының бірі бізде Глеб Бұқал. Әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Екінші қорғаушы бізде Ертістік Мамаду Мбодж және де Жеңістің сапында өнер көрсеткен Тевзадзе. Мбоджда 7-8, Тевзадзеде 7-6. Тартып алу бойынша 0-3 Тевзадзенің пайдасына, допты шығару бойынша 1-7 Тевзадзенің пайдасына, ал енді допқа тосқауыл қою бойынша, блокировка дейміз ғой жаңа, 2-0 Мбодждың пайдасына, әуедегі таластарда 3 рет талас екеуінде сәтті өнер көрсеткен Мбодж, ал Тевзадзе 11-дің 9-ында жеңіске жеткен. Пас дәлдігі бойынша да Тевзадзе жалпы жеңістің ойынын бір арттан жүргізетін, паспен ойынды екі жаққа ауыстырып отыратын ойыншы, пас дәлдігі 92% Тевзадзеде, ал енді Мбоджда 77%. Және де Мбодждың атап өтетін бір плюсы, ода бір ассист бар ойында. Өте маңызды ойында, өзінің экс-клубы кезінде ренжіп кеткен десек те болады. Ордабасыға қарсы ойында ассист берді, ар жағында фейсинг гол соқты, өзі Ордабасының экс-ойыншылары жақсы ойын көрсетті. Енді осы тұста Мбодж немесе Тевзадзе өз пікіріңіз? Менің ойымша Мбоджға берейік. Өте жақсы ойын көрсетті, өзін көрдім. Және де ассист берді. Кейбір моменттерде гол болатын жерден екі рет допты қайтарып қалды енесімен. Сол үшін Мбодж болсын. Осылайша екі қорғаушы екеуін де анықтадық. Бізде Глеб Бұқал және де Мамаду Мбодж орталық екі қорғаушы. Енді әрмен қарай оң қапталда қорғаушы өтетін боламыз. Бізде бұл жерде үміткерлер Қайрат сапынан Еркін Тапалов және де Астана сапынан Бартолец. Екі үміткер. Рейтингтер бойынша Тапаловта 7-7, Бартолецте 8-5 көрсетіп отыр. Өте жоғары нәтиже көрсетіп отыр. Жалпы қорғаныстағы жұмыстар бойынша допты тартып алу 4-1 Еркін Тапаловтың пайдасына, допты шығару бойынша 3-0 Еркін Тапалов. Және де әулет пас беру бойынша Айбаланына Еркін Тапалов 8 пастың 3-еуін сәтті орындаса, Бартолец 2 пастың 2-еуі де сәтті орындалған екен. Ал енді маңызды пастар дейміз ғой, ключевой пастар бойынша 2-2 жақсы нәтиже көрсеткен. Дриблингтер бойынша да шабуылға атсалысып, Тапалов 2 рет дриблинг жасап көрген, екеуі де сәтсіз болған. Ал енді Бартолецте 5 рет қарсыласымен алдасып, 5-еуінде де сәтті өткен болып тұр. Және де Тапаловта плюс бір ассист бар ойында, жүйші голға берілген жалғыз голдың ассисті. Және де Бартолец ойында гол соғып отыр. Өз пікіріңіз, оң жақ қорғаушы кім болады? Оң жақ қорғаушы Тапаловтың деңгейін білеміз, бірақ мынау Алтаймен ойнаған кезде ауа райы және алаңның деңгейі өте нашар болды. Сол үшін Тапалов өзінің барлық мүмкіндігін көрсете алмады деп ойлаймын. Сол үшін мықтыларына Бартолецке берейік, гол салыпты. 8-5 және де аналитика 8-5 көрсетіп отыр. Бартолец боласын, бірақ Тапалов менің досым, ренжімейді шығар. Тапалов өзінің деңгейін талай жерде дәлелдеп жүрген ойыншы. Жеке осы матч бойынша, бірінші тур нәтижесі бойынша бізде оң қапталда қорғаушы позициясына Бартолец орналасатын болады. Әрмен қарай бізде сол қапталдағы қорғаушылар, екі үміткер, Ордабасылық Антич және де Каспийлік Тайкенов. Мақсат Тайкенов, екі үміткер, Античті бізде 8-0 болса, Мақсат Тайкеновте бізде 7-6-нан көрсетіп отыр. Рейтингісі бір-біріне шамалас келіп отыр. Жалпы тартып алу бойынша да, допты Айбаланы шығару бойынша да екеуінде де 1-1, және де әулет Айбаланы асырған пастар бойынша Антич 10 рет Айбаланы асырған матчты көрдіңіз. Сол қапталда Антич қайта-қайта әулет пас асырып отырды. Оның 5-еуі сәтті барған, ал енді Тайкеновте бір пас, бір сәтті орындау. Ал енді маңызды пастар бойынша да Античте 4 маңызды пас, Тайкеновте 2 маңызды пас. Дриблингтер бойынша да Антич 2 рет алдасып 2 рет сәтті өнер көрсеткен, ал Тайкеновте бірден бір сәтті алдап өту. Және де Тайкеновтың бұл жерде басымшылығы ойында бір ассист берген. Таңда өзіңізде? Тайкенов ассист берген өзінде де, бірақ нелері бағасы аналитика аз беріпті. Бірақ мен өз көзіммен Античтің ойын көрдім. Антиш өте жақсы деңгейді көрсетті ғой, сол үшін Антишке берейік, сол жақты. Алмат Бекбаев таңдауымен 4 қорғаушысымен түгелденді. Сол қапталдағы бірінші турдың үздік қорғаушысы Никола Антич. Әрмен қарай екі орталық жартылай қорғаушыға кезек беретін боламыз. Біріншісі Елімайдан
Рамазан Оразов және де Астанадан Иван Башич. Енді Рамазан Оразовта 7-де 6 рейтинг, Башичте 9-да 3 көрсетіп отыр. Ең керемет жоғары нәтижелердің бірі Башичте. Жалпы доп тартып алу бойынша қорғаныстық жұмыстардан 4-те 4, айыбаны шығару бойынша 2-де 0 Оразовтың пайдасына, маңызды пастар бойынша 3-те 4 Иван Башичтің пайдасына, және де мына дриблингтер бойынша Оразовтан 0 көрсетіп тұр, ал Башичте 3-тен 3 сәтті дриблинг көрсетіп отыр. Пастардың дәлдігі бойынша Оразовта 67 болса, Башичте 94%, және 2 ассист Башичтің еншісінде. Бұл жерде біраз нәрсе түсінікті сияқты. Түсінікті Башичке береміз. 9-да 3 аналитика беріп жатса, және 2 ассисті бар, 94% пасы бар. Сол үшін. Даже мен ойымша Башич үздік ойыншы болады осы. Турдың үздік ойыншысынан бірден бір үміткер болып отыр. Олай болса Башич орталық қорғаушы, екі қорғаушының Башич орталық екі жартылай қорғаушының бірінің орнына жайғаса, және екінші жартылай қорғаушы бізде Қызылжардан Краешник және де Қайсардан Цуцкич. Екі үміткер доп тартып алу бойынша қорғаныстық жұмыстардан 2-де 1 Краешниктің пайдасына, доп шығару 1-де 1, маңызды пастар бойынша да Краешник 2-де 0, және де дриблинг бойынша 2-де 2 Краешниктің пайдасына, ал Цуцкичте 1 сәтті дриблинг бар. Пастардың дәлдігі бойынша 83%, Краешникте, Цуцкичте 81%. Бұл жерден шамалас келіп отыр. Және Цуцкичтің бір артықшылығы плюс бір ассисті бар. Маңызды голға. Айыбаны керемет пас асырды, нәтижесінде голға айналды. Бір ассисті бар Цуцкич. Рейтингтері бойынша 7-те 8 Краешникте, 7-те 4 Цуцкичте. Ассисті болғанмен де сәл төмендеу болып тұр рейтингі. Жалпы өз пікіріңіз, екінші жартылай қорғаушы орталықта кім? Қайсармен негізі жеңіс 1-де 1 ойнады ғой. Ол жақта да нашар ойын болған сияқты менің ойымша. Бірақ мынау Қызылжардың нелерін көрдім да, моменттерін көрдім. Ұтылып батырып, сосын удалениемен соңында 2 гол салып жеңіс болған үшін осы Краешникке берейік 7-те 8 болды. 7-те 8 ұпаймен орталық жартылай қорғаушының екіншісіне Краешник Қызылжар құрамасының ойыншысы жайғасатын болады. Әрімен қарай жалғастырамыз 10-дық позициясына. 2 үміткер, ол Елімайдан бізде Хрвой Илич, және де Қайраттағы жалғыз жеңіс голдың авторы Жоржиньо. Жоржиньода 7-те 7, Иличте 7-те 5, рейтингтері шамалас. Маңызды пастар бойынша шабуылдау жұмыстарынан 2-де 0 Иличтің пайдасына. Допқа жанасу бойынша, касание мяча дейміз ғой, допқа жанасу бойынша 35-те 38 бұл жерде шамалас. Және де пас дәлдігі бойынша 88 Иличте, 77 Жоржиньода. Сондай-ақ дриблинг бойынша Илич 5 рет дриблингке түсіп, 3-еуі сәтті орнаса, Жоржиньода 0 деп көрсетіп тұр. Сондай-ақ соққылар бойынша Илич 1 рет соққы жасаған, қақпаға дәл бағытталмаған, ал енді Жоржиньода 4 соққы бағыттап, біреуін қақпаға дәл тигізіп, оны голға айналдырған. Олай болса, 10-дық позициясында үздік ойыншы сізде кім? Жоржиньода 1 гол болса, Иличте 1 маңызды ассист бар. Желкесімен көріп, әріптесін Севердесқа керемет пас берді. Енді шынымды айтсам, Жоржиньоның ойыны әзір көңілден шықпай жүр. Бірақ Иличтің ойыны ұнап жүр. Бірақ екеуде де осы соңғы турда нашар ауа райы болғасын ба, жел болды Көкшетауда ойнағанда. Өзін максимум көрсете алмады. Сол Иличке бере салайық. Илич 10-дық позициясында бірінші турдың үздік құрамына жайғасып отыр. Әрмен қарай шабуылшылар 3 шабуылшы. Оң қапталға келетін болсақ, бұл жерде біз үміткерлер вингерлердің арасын таңдадым. Астанов матчта сол қапталда ойнағанмен оң қапталда бір жақсы ойын үшін кіргізіп отырмыз. Элхан Астанов үміткерлер және де Марин Томасов. Астановта бізде 7-де 6, Томасовтың көрсеткіші 8-де 3. Жалпы маңызды пастар бойынша 0-де 1 Томасовтың пайдасына, допқа жанасу 59-да 52, XG көрсеткіші бойынша, гол соғу мүмкіндіктері бойынша Элхан Астановта 1,12% мүмкіндік болған, ал енді Томасовта 0,50-де 1 голға айналдырған. Ал енді ары қарай дриблингтер бойынша Элхан Астанов керемет дриблингмен көзге түсті. Ойында 6 рет дриблингке түсіп, 4-еуін сәтті өткен. Томасовта 1-ден 1 сәтті дриблинг. 1 рет алдасып, 1 рет алдап өткен. Ал енді соққылар бойынша Астановта керемет мүмкіндіктер болды. Ойында оны да көрдік, тамашалап 8 соққы бағыттаған, 3-еуі қақпаға дәл барған. Оның үшін Эмбоджимана қайтарған соққылар қаншама. Және де ал Томасовта 3 соққы, 1 рет қақпаға дәл барған, ол голға айналған, және оның ойында 1 ассисті бар. Астанов бізде 1 голмен
соңғы минуттарда шешуші пенальтиді салқынқандылықпен керемет орындап, ордабасыға бір жақсы көңіл-күй сыйлады. Сыйлады Ал енді үздікті таңдау өзіңізде оң қапталдағы шабуылшы вингер позициясынан. Статистика жағынан мына жақта аналитика Томасовқа беріп тұр 8-3 биік өте бағасы. Бірақ менің ойымша Астанов өте жақсы ойын көрсетті. Әшейін гол сала алмады да. Осы 2-3 момент салғанда, хотя мына жерде статистикасы биігірек болар еді Томасовтан. Сол үшін Астановқа аванспен бере салайық, бірақ Томасов жақсы ойын көрсетті негізі. Болды. Онда таңдауыңыз Астанов. Ильхан Астанов оң қапталдағы бірінші тур үздік вингер позициясына жайғасып отыр. Әрмен қарай бізде сол қапталдан 2-1 үміткер қазақстандық ойыншылар, жас ойыншы Абраев және де 30-ға таққан Максим Федин. Біреу 18-де, біреу 29-да. Рейтингтері бойынша екеуінде де 7-де 9. Маңызды пастар бойынша 1-де 1. Допқа жанасу 49-да 34 Абраевтың пайдасына. XG көрсеткіші бойынша Абраевта 0.65 болса, Максим Фединде 0.51. Дриблингтер бойынша Абраев 7 рет, алдасы 5 рет сәтті өткен қарсыласынан, ал енді Федин 3 рет дриблингке кіріп, 3-інде де сәтті өткен болатын. Ал енді соққылар бойынша 3-3 Абраевтың пайдасына, Федин 1 соққы, 1 гол нәтижесімен көзге көрінді. Екеуінде де бір голдар бар. Абраев жас талант, керемет ойын көрсетті, керемет гол соқты. Енді сол қапталдағы үздік вингер позициясына бірінші турдың қорытындысы бойынша өзіңіз кімді таңдайсыз? Негізі Абраевтың голын көрдім. Өте тамаша өтіп, замақта қашкенмен вратарлар жатқызып. Сирек кездесетін голдардың бірі болды біздің Премьер-лигада. Жас болғаннан кейін осы Абраевқа бере салайық. Қазақстан футболының тағы бір үміті. Үміткер. Вингерлер өте жақсы шығып жатыр қазіргі таңда бізде. Олай болса, сол қапталдағы үздік вингер бірінші турдың қорытындысы бойынша Абраевқа бұйырып отыр. Ал енді шабуылшылар, бір орталық шабуылшы, үміткерлер Астана сапынан Басманов, ал енді ақтөбелік екінші үміткер Даниэль Соса. Рейтингтері бойынша Басмановта 8-де 3, Сосада 7-де 5 беріп тұр. Ал енді маңызды пастар бойынша ойында 2-де 1 Басмановтың пайдасына, допқа жанасу 51-де 23 Басмановтың пайдасына, XG көрсеткіші бойынша Басмановта 0-де 96, оны 1 голға айналдырып отыр. Ал енді Сосада 0.75 болғанмен ол да ойындағы 1 голын соқты. Дриблинг бойынша 1-де 1 Басманов сәтті, ал енді Сосада 2-ден 2 сәтті дриблинг бар. Соққылар бойынша Басманов 6 соққының 4-ін қақпаға дәл бағыттаса, Соса 2 рет қақпаға соққы бақта, бұның 1-ін дәл тигізіп голға айналдырған. Және Сосада гол бар, ассист бар, жалпы әрбір голға өзінің бір үлесін қосты. Үздік шабуылшы позициясына кімді таңдайсыз? Бұл жерде қиын маған негізі. Бұл жерде машинаға доверие істей салайық. Машина компьютердің бағасына 8-3 болып тұр ғой. Басманов, тем более біздің молодежкінің ойыншысы. Молодежкінің ойыншысы жаңадан келіп отыр. Сол үшін Басманов алсын. Басманов, рейтингі бойынша 8-де 3 жоғары көрсетіп отыр. Нәтижесінде Алмат мырзаның таңдауымен үздік шабуылшы нәтижесіне қол жеткізді. Және де Сосаның ойын тамашаладық. Негізі өте деңгейі жақсы, кезінде бір Жерар Гоуларды еске түсіретін ойыншылардың қатарынан болып тұр. Олай болса, бізде үздік құрам анықталды. Назарларыңызда көріп тұрғандарыңыздай үздік 11 құрам осылай болып тұр. Олай болса, алғашқы тур матчтарын қорытындауды аяқтаймыз. Алмат мырза, сізге үлкен алғыс. Ал енді маусым басында өзіңіздің бір кішігірім пікіріңізді білсек. Сіз үшін үштікке, жалпы Еврокубокке үміткер клубтар кімдер? Бірінші турдан бастап өздерін жақсы көрсеткен Қайрат пен Астана. Тағы да кімді айта кетсем болады? Басқа командалар онша көрмедім ойындарын. Ордабасын көрдім. Ордабасы енді дәл қазір құрамына жаңа басшылықтың құрамы деп айта алмаспыз. Дегенмен де басшылық мәлімдеп отыр, чемпиондыққа таласатын боламыз деп отыр. Сондықтан да енді заявка тастады. Матчдей, керемет деңгейде, от шашулар. Енді біз Қазақстан Премьер-лигасына кірдік деп басшылық айтты, көрсетті. Енді әрі қарай қалай болатынын сезон барысында көретін боламыз. Әлде де олар трансферлік терезеден ойыншылар алады ау деп ойлап отыр. Тағы да бір вингер іздеп жатыр деген ақпарат бар. Және де алда жазғы трансферді бізде білесіз бірден күрт өзгеріп кетеді. Басына жүрген командалар түсіп қалуы мүмкін. Былтырғы Атырау сияқты
соңында жүріп жүр, маусым соңында жүрді. Жаз трансфер сәтті жұмыс істеп, олар сатап қалды деген сияқты қатты үлкен өзгерістер болып жатады. Жалпы осылай Астана, Қайрат, Қайрат, Ақтөбе де жақсы Ақтөбе, жалпы чемпиондыққа үміткерлер командасы реті осылай қатарына елімаймен тобылды қосуға болады. Әрмен қарай бақ жалпы кез келген Қазақстан Премьер Лигасының командасына сәттілік тілейміз. Бүгінгі шығарылымда сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қанатұлы және біздің тұрақты спикеріміз Алмат Бекбаев. Келесі кездескенше.